Ассалаумағалейкум. Хайырлы кеш, қымбатты ханымдар мен мырзалар. Қазақта қайғыны бөлсең, азаят, қуанышты бөлсең, көбейет деген. Қуанышымызды бөлсек, осындай тойдың төріне көрісіп атқан ардақты игі жақсылар. Қош келдіңіздер. Айседе атыменен бастай, жаратқан еміш аппардың тозды өсібе бейіріп тойларыңызға кеп қалдым. Құлақ салсаңыздар көзлеп, алғысын алып өсібе, дуалы ауыз қарттардың. Бүгін Марат ағамызбен қара көзді шеңгенбіз. Ұлағасыр тойын жасап, ақ дастархан жайдырып, құнан-тайын сойдырып, ұлдары уыздай, қыздары қауыздай, жаманатқа бармайтын қазақ деген елге бір сәлем. Армысыздар ма деп қалдым, арқасы қызып кетсін деп, қораластың тойып бір қызықты өтсін деп, бір қошемет деп қойыңыздар. Шабандарды месмен, шабаларына жаттанып ағайын. Қаумалаған қалыпқа ақындарды арнау көп, кейбір жаңа қарасам, сөздерінде салмақ жоқ. Біздің қазақ қандай ел, көздігіні саңғар көп, Украинаның ашқыны басымызға келіп қонған жоқ, Сирияның сұмдығын қазақ кешіп қалған жоқ, қырғыздардың қырғынын құдай басқа салған жоқ, тәуемені таң қатырған, тәуелсіз күнін батырған, тойын тойлап отырған, бейордақ тағайын сәрді арман жоқ. Айседе бүгін жақсы ниеттіз қылып, адам ұрпағымен көрікті, терек бұтағымен көрікті десе, Аллаға жағам десең азанды бол, халыққа жағам десең қазанды бол деп, осы сөзді ұстанған Марат ағамызбен қара көзді жеңгенбіз барша ағайын дос-жараның басын жинап, бір шаңырақтың астында қабағын емес, табағын ұсынып атқан баршаңызды белгілі. Енді құрметті әлеумет, бүгін Марат ағамызбен қара көзді жеңгеннің қуанышы келіп, 50 жас құтты болсын деп, Құдайдың берген қос қанатты қолдарыңызбен бір қол соғып қойсаңыздар артық етпейді. Бәрекелді, енді құрметті әлеумет, қазақта бір әдемі сөз бар, сүйікті пайғамбарымыздың хадисінде әуелі сәлем беріп, содан соң сөз бастады екен. Енді өмірінде пеңгебейді бір түрін көрген ағамыз, пеңгебейді көріп Құдай-ау, мына қандығашын сенбісін айды келген. Енді алдарыңызға шыққаннан кейін, базардан мың адам бар дейді, әркім өзін сүйгенде сәлем берсе, тойдың басында шақта, ортасында шақта, сіздерге сәлем беру салтымыз. Есімім Айбол, Шәуілдірдің тумасымын, бір әулеттің тұлғасымын, Пернағаның ұлы, бір аланың қолы, шыққан жерім, маңдайдай келі, жетімдердің жені, таныстың кеуі, найманың бажаш бошман сәсеті болам. Туысқандар болса, бұл құрметтеп, маған да бір қол соғып қойсаңыздар артық етпейді әлеумет. Баптадар жоқ. Бәрекелді, енді бүгінгі жақсы ниеттес қылып келіп атқан енді әдемі тілекті арнамас бұрын, бүгінгі ортаға 50 жастың төрінде шығып отқан Марат ағаммен қара көзді жеңгенбізді орнымыздан тұрып, жақсылап бір қошеметті ұрып тұрып қарсы алсақ та жарасады. Әйтседе бүгін 50 жас қайта келмейтін жастың бірі жақсылап орныңыздан тұрып, шатырлатып, шапалақ ұрып, Марат ағаммен қара көзді жеңгенді қошеметпен ортаға қарсы алайық ардақты әлеумет. Ал ұл қыздарымен сіздің алдарыңызда